Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қарапайым деңгей 55-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бейнелеу өнері. Грамматикалық тақырыбы бұрынғы өткен шақ. Грамматика. Ережемен танысыңыз. Бұрынғы өткен шақ бұрын болған іс-әрекетті білдіреді. Бұрынғы өткен шақ ған-ген, қан-кен формалары арқылы жасалады. Мысалы, ол 1986 жылы дүниеге келген, ол өнер мектебінде оқыған. Тиісті қосымшаны жалғаңыз. Мысалы, Әбілхан Қастеев атындағы мұражай 1976 жылы ашылған. Егер мен суретші болсам тақырыбында шағын мәтін жазыңыз. Жаңа сөздермен танысыңыз. Жобалау, ақын, сықақшы, мүсінші, жазушы, сайқымазақ, сәулетші, сиқыршы. Махаббат, әңгіме, өлең жазу, туынды, суретші, танымал, әйгілі, атақты, шығарма, мұражай. Бейнелеу өнері, сұлулық, ерекше, жұмысшы, қылқалам, бағыт, ашық түс, сәулет өнері, кескіндеме. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрыңыз. Мысалы, Әбілхан Қастеев атақты суретші. Жазушылар үлкен жиналысқа қатысты. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.